Мен 21 ғасыр ұрпағының құрдасымын. Содан кейінгі буынның да туысы болатын шығармын. Бұл тау суындай екпінді, нөсердей бейне төкпелі, кейде аздап өкпелі, өлеңнің әппақ ілгері мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың көріпкелікпен күнделігіне жазғандары. Қайырлы күн, құрметті көрермен, армысыздар. Шабыт пен кемел талант тоғысқан тағдырында ол сөзден сұлу сарай тұрғызды. Сарқылмайтын, таусылмайтын өлең арқылы мәңгі ел жүрегінен орын алды. Өзіндегі өлеңі өзгелерге шабыт сыйлап, қанат бітірді. Жыры жүрек қылын дөп басып, көптеген жанның бойындағы талантын ашып, сазгер атандырды. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Жылда дәстүрге айналдырған 9 ақпан күні болғанда мейрамсы осы Мұқағали Мақатаев өтіп тұрады. Енді біз өздеріңіз білесіздер, сайлау болды, соған байланысты тәртіп шығарып. Бір арманның беліне мінгеніңнен, бір арманың бұлақтап алдан шығар. Адам сірә бақытын міс бе, армандайық, армансыз кісі өткен бе. Байламы жоқ бақытқа құлдық ұрмай, не жетсін арман. Мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берелейді өзіна, тәңірдің бір жарық баяққа. Бұттырғай ол сығылаған, бұдан Қайнем бейке, оңынан бейке өтер. Ой өмірін көрсеткен болса, тыйым салшы көздір мына жасына. Мына жатқып күн түндімей зарласам, бақыт құсы келер екен. Осы ойын ақын, егер нанбасаңдар, барлық өлеңімді бір жинаққа топтастырып көріңдерші. Естерінде болсын, әрбір өлеңім өз орнында тұрсын. Яғни жылына және бойына қарай. Сонан соң жастық, ойлайыншы не берді жастық маған. Үйретіп, асау берді бастық маған. Жастық маған он берді жағын. Шешсен бақыттысың жыламаған, жай түсіп жатқанда да құламасын. Тәңіріне менеді ой сұраған, сондықтан да жыламаған. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлемін беймізде асылдамын. Өкінішті, мына құрғыр сырқаттың беті күшті. Жүрегім көтеріліп жасап жатыр. Бұздақ болып кеудемде бекіністі. Мұқағали ақынның жүректегі мұңын ұғып, ол үшін қиындау кезде қасынан табылған дос ағасы Нұрғиса Тілендиев 1975 жылы арнайы телефон соғып өтініш білдіреді. Ақын бірден келсе қоймайды. Аға, мен мұндай бұған дейін әнге мәтін жазбаған. Өмір дегенге тірлікте сірә жетерім ғой. Жарықта өлген басқаның бәрі бекер ғой. Бекер ғой, бәрі бөтен ғой. Өмір деген бір күндесіне екен ғой. Ей өмір өлеңі, оқитын жәнекке ашылды. Дүниенің ағыда қарасында, ант етпес қабылдап аласында. Қара сүмер шама жоқ таласуға, ей өмірім сыбырап барасында. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде жасып қалам. Кезі келгенде тасып қалам. Мына өмірге бәрібір қашып қалам. Сұралаған емеспін қуаныштан. Бүгін мен жыламаймын. Жыласам да жұбап жасырамаймын. Қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтейін тағдырымды құралайдың. Мақатаевтың шығармашылығы ауқымды, түрлі, түсінікті тақырыптарды қозғайды. Көзі тірісінде 8 кітабы жарық көріп, 20-ға жуық поэмасы жазылған екен. Дариға жүрек, шолпан, аққулар ұйықтағанда, қазақы дүниетанымды танытса, Мабыр, жан азасы, Чили, шуағым менің туындылары тарихи танымал тұлғалар хақында баяндайды. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мұқағали поэзиясы күллі қазақтың болмысы, бітімі, оның сырлы сезімге толы жырлары қалың оқырманның жүрегінен орын алды деп хан тәңірінің мұзбалағын биік бағалаған болатын.